Құрметті достар, құрметті ағайындар, мен қазір Шымкент қаласына орналасқан, мен отырған түрмеге келдім. Маза жоқ, көңіл күй жоқ. Бірақ та өздеріңіз ойлаңыздаршы, неге бұл жерге келген кезде адамның көңіл күйі бірден түсіп кетеді. Оңай емес, өйткені мен нараға не үшін келдім? Белгілі бір тірліктермен келдім. Қазір тірліктерім бітпей қалды, қазір күтіп тұрмын, 2:30 обед екен. Ағайындар, мынау түрме. Бұл түрме. Burada неше түрлі тағдырлар. Өте қиын. Жүрегім аузыма келіп тұр, көп нәрсе айтқым келіп тұр, бірақ та айтуға тырысамын сіздерге. Айтарым тек қана мына жерде отырған ағайындарға айтарым, ертеңіне алда келе жатқан соттарыңыздың Алла жеңілдігін беріп, тез-тез шығыңыздар болды. Бар айтарым сол ғана, бар айтарым сол ғана. Иә. Неге? Yaşamaz. Tavır sırtında mısınız orada? Sırtında mısınız orada? Болды, өшіреміз, бітіп қалдым өзімде. Болмайды деп жатыр нараға түсіруге. Болмаса, болды, өшіреміз. Айтарым, өте сол. Мына жерде отырған әрбір жандарына, отырған жандар. Олар передача, датчик әкелуге келген ағайындар. Бәрі жақсы болады, сынбаңыздар. Құрметті достар, ағайындар, жаңағыдегі видеоның жалғасын айтайын деген ішінде көп заттар айтылу керек еді, айта алмай қалдым ғой. Ағайындар, мен бір ай бұрын осы жерден шыққанмын да, алғарда талпынып жатырмын. Белгілі бір успешный өмірге жетейінші деп. Қазір қолымнан келгенше әйтеуір талпынып бір нәрселер істеп жатырмын. Қазір Аллаға шүкір, жетістіктерге жетіп жатырмын. Құдайға шүкір, бірінші Алла, екінші осы қарапайым халықтың арқасында. Ағайындар, мен жай ғана, қарапайым ғана қазақтың баласымын. Бәрін өлден бастап жатқан. Бұл жердегі айтайын дегенім жылағым келіп тұр просто. Өте қиын да ағайындар. Өте қиын. Мына жерге келіп, көңілім босап. Ағайындар, бір-ақ нәрсе айтарым. Мына жерде отырған ағайындарға, браттарға, бауырларға айтарым, сынбаңыздар. Бұл өмірде просто бұл жерге келмеген адам түсінбейді да менің жағдайымды, жазып жатыр ғой комментарийға. Не жер негатив сөздер жазып жатқан адамдар. Актерлық шеберлігі жоқ, мүлде деп. Мен жай ғана талпыныс менде ағайындарша, талпыныс. Болды, сол ғана. Басқа ештеңе де емес. Ал маған қолдау көрсетіп, поддержка беріп жатқан ағайындар, Алла разы болсын сіздерге. Көп рахмет айтамын. Біз әлі бағындырар белестер әлі алда. Ассаламу алейкум.